саламатсыздарбы 3 сынып оқушылары. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кейіпкерлер. Бүгінгі сабақта кейіпкерлердің кім екендігі және де кейіпкерлердің қайда орналасатындығы жайлы танысатын боламыз. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Сабақта басын кейіпкердің кім екендігі жайлы мағлұматтан бастасақ, кейіпкер, яғни Scratch бағдарламасында спрайт деп беріледі. Жобада көрініске қатысатын белгілі бір іс-әрекеттерді орындайтын объект. Әр кейіпкердің өзінің ерекшелігі болады. Бұл жерде көріп тұрғандарыңызда кейіпкер дегеніміз осы біздің мысық, атауы бізде қазір кәт деп беріліп тұрса, оның атауын өзімізге керегінше өзгертіп ала аламыз. Мысалға ол бізде мысық деп атасақ, оны белгілі өлшемін өзгертеміз. Ары қарай оның көрінбеулігін қоя аламыз. Бұл жерде бұл кейіпкермен ғана шектеліп қалмайды. Бізде арнайы спрайттардың кітапханасы, яғни библиотекасы бар екендігін көріп отырсыздар. Бұл жерде көптеген кейіпкерлердің бейнесі, одан ары қарай бөлінуі, жануарлар, адамдар, қиял және тағы да басқа түрлерге бөлінуі. Көргендеріңіздей, осы кейіпкерлердің тек қана бет бейнесі ғана емес, одан бөлек олардың белгілі дауысы берілетіндігі. Мысалға алатын болсақ, қоңыраудың белгісін, қоңыраудың дауысын естідіңіздер, оның да белгілі атауын өзгертіп, өлшемін өзгертуге болатындығын және де одан бөлек көрінбеулігін көрсете аламыз. Ары қарай бұл жерде бояу, яғни біздің белгілі кейіпкерге салуымызға болады. Бауырсақ ертегісіндегі бауырсақтың бейнесін салып көрсек, ол қатты көп ұзақ уақыт алмайтын болғандықтан, қазір сіздермен іс жүзінде жұмыс жасап көрейік. Мысалға, бауырсақтың бейнесін алып сақталық делік. Бізге басқа кейіпкерлер уақытша керек жоқ. Осы кейіпкердің мысалға атауын өзгертіп беруімізге болады. Мысалға бауырсақ деп бердік. Оның өлшемін ертегі желісіне байланысты және де сахнаға байланысты қарағанда біздегі өлшемді кішірейтуіміз қажет. Өлшемін кішірейттік, көргендеріңіздей оның өлшемі берілді. Ары қарай бұл жерде тосын сый бөлігі бар. Тосын сый бөлігінде бізде кейіпкерлердің кітапханасынан белгілі кейіпкерді сахнаға алып шығарады. Көргендеріңіздей бізге қазір бөтелшенің суретін, кейіпкерін белгіледі. Жақсы. Келесі бізде спрайтты жүктеу, яғни сіздің интернет желісінен ертерек жүктеп алған немесе белгілі суретті қиып, оны кейіпкер ретінде дайындаған спрайтыңызды компьютер жадысынан сіздің жұмыс аймағыңызға алып келеді. Мысалға, оны мультфильм кейіпкері немесе де өзіңіздің суретіңізді қию арқылы өзіңізді ертегі немесе ойыныңызды басты кейіпкер ретінде қоя аласыздар. Және де оның басқа да қимылдарын жүргізуге болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.